құпталмаған амал. Қайтарылған, бірақ қайтарылуы оны бұзуға алып келмейді. Бірақ шариғат тарапынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет тарапынан құпталмаған амалдарды, яғни макрух амалдар деп атайды. Оған не нәрселер кіреді? Бірінші, зауқу шейин дейді. Яғни, ораза болған адам бір нәрсенің дәмін тату, макрух. Себепсіз аузына бір нәрсені салып, бұның дәмі ащы ма екен, тұщы ма екен, салқын ба екен, ыстық па екен деп білуі негізі макрух болады. Тек қана үзірлі жағдайда. Ол қандай? Мысалға, бір адам аспазшы болып істейді. Көптеген адамдардың ас беруіне жауапты адам. Сол адам жаңағы дәмін татса, кейіннен аузын шайып тастаса рұқсат. Сол адамға ғана. Сол сияқты үйдегі әйелге рұқсат, егерде күйеуі, сондай мәселелер келеді, күйеуі тамаққа сөйлейтін ер болса дейді фиқта. Ұрыс-керіс болады деген жағдайда болса ғана рұқсат деп келеді. Сол сияқты сағыз шайнау деп келеді. Бірақ бұл кітапта бұрынғы замандағы сағызды айтып жатыр. Бұрынғы замандағы сағыз ол бір жай қатып тұрған нәрсе, оны шайнайсыз, ешқандайда дәмде еш нәрсе жоқ. Сол сағызды шайнау ораза уақытында не? Макрух. Ал қазіргі уақыттағы сағызды шайнасаңыз, соның сілекейін жұтсаңыз, оразаңыз бұзылады. Өйткені қазіргі сағыздарда не бар құрамында? Сағыздан бөлек, шайналатын нәрседен бөлек еритін нәрселер көп. Тәттісі бар, басқасы бар, бояуы бар деген сияқты. Ал осы нәрселер жұтса, ораза ол сөзсіз бұзылады. Сондықтан осы нәрсені абай болуымыз керек. Одан кейін сүю мәселесі. Сүю мәселесінде қарауымыз керек. Бір ләззатпен, шахуатпен сүйетін болса, ол макрух болмайды. Өйткені ол жаңағы ғұсылы бұзылып кетуі мүмкін, ойы бөлініп кетуі мүмкін. Ал кәдімгі сүюлер, мысалға, шахуаты келмейтін сүюлер. Мысалы, баланы сүйеді кейде, ата-анасын сүйеді, болады ғой, кездесіп қалғанда не жағдайда. Бұларға рұқсат. Ал шахуат мақсатында сүю ол қайтарылған. Ал бірақта ер адам өзіне сенімді болса, әйелін сүюде ешқандай да оның шахуаты оянбайтын болса, оған рұқсат болып есептелінеді. Сахих Бухари мен Муслимде Айша анамыз риуаят етеді: «Кәне нәбию саллаллаху алейхи вассалам юқаббилу ва юбаширу ва хуа саимун» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза уақытында кейбір әйелдерін сүйетін еді, қаласа құшақтайтын еді дейді. Бұл жерде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрине өзінің нәпсін ұстауда, шахуатын тиюда ең бірінші тұратын тұлға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне сенімді болғандықтан осылай істеді. Ал өзіне сенімді болмаса, әсіресе жаңағы жас болса, енді үйленген болса, ол сүймей-ақ қойсын. Өйткені ар жағы шахуаты оянып, оразасы бұзылып кетуі мүмкін. Оған байланысты Абу Хурайрадан риуаят келеді, Абу Дауд риуаят етеді. Бірде бір кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан әйелін сүю, құшақтау жайлы сұрады дейді. Ол кісі жас кісі еді дейді. Жасы, ерекшелігі жас жігіт еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған рұқсат бермеді дейді. Дәл сол уақытта жасы егделеу тағы да бір кісі келіп сол сұрақты қойғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған рұқсат берді дейді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге мән беріп жатыр? Мәселе сүюде емес, мәселе сүйгеннен кейін оның жаңағы бойынан ләззат бөлініп, оразасы бұзылып кетуде. Келесі макрух болатын нәрсе түкірікті жинап алып жұту. Түкірік мәселесіне келетін болсақ, жалпы түкірікті жаңағы жұтуға болмайды екен деп келген түкіріктің бәрін сыртқа шығарып түкіре беру деген нәрсе емес бұл. Өзі келген түкірік табиғи халінде өзі жұтыла беру керек. Түкірікті жұту деген нәрседен жинап жұту макрух. Келесі оразада тағы да макрух болатын амалдар
дөрекі сөздер сөйлеу, өсек айту, өтірік айту, ашулану сияқты нәрселер оразада макрух болады. Өйткені не? Сауабын азайтады. Сол сияқты оразада бір мәжбүрлі күш салатын жұмыс болмаса, өзіңізді зорықтыру макрух болады. Мысалы, бір жұмыс болады, оны оразадан кейін істесеңіз де болады негізінде. Бірақ соны оразада жаңағы өзіңізді әлсіретіп қинау шариғатта макрух. Құранда Аллах Тағала не дейді? Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла Тағала пендеге өзі көтере алатын нәрсені ғана жүктеді дейді. Ал оны одан ары өзіңіз қинауға болмайды. Тек қана бір сондай жұмыс болып қалуы мүмкін. Ол сіздің жұмысыңыз күнделікті. Оны істемесеңіз, сіз жұмыстан шығасыз. Немесе жаңағы жалақыңыз қысқарады деген сияқты жағдай болса ғана, сол ауыр жұмысты істеп жүресіз. Немесе күнделікті тіршілігіңізге қажетті ауыр жұмыс. Мысалы, ауыл жерлерде болып қалады. Маусым, сол уақытта егіп үлгеру керек. Сол уақытта жинап орып үлгеру керек. Ол сіздің оразаңызды күтпейді. Не сарғайып шірейді, не басқа болады. Ондай жағдайда амал жоқ, жаңағы өзіңізді кішкене көлеңкелеп, басқа қылып, бетіңізге су сеуіп, басыңызды сулап болсын, бір қиналған халде жеңілдік іздеп, сол науқан жұмысыңызды атқарып, оразаңызды ұстап ашпайсыз аузыңызды. Өкінішке орай, мына ауыл жерлерде көп жағдайда осы күн ыстықтарда иман әлсіздікпен көп кісілер ауыздарын ашып қояды. Бірақ та бір нәрсені түсінуіміз керек. Алла Субхана Тағала жоғарыда айтқандай, біз көтере алмайтын нәрсені негізі жүктемейді. Адамға амал қашан ауыр болады, бауырлар? Өзі көтергісі келмесе, оған ықыласы төмен болса, ынтасы аз болса, аз амал оған не болады? Ауыр болады.